Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз эксклюзив. Ешкімді шақыра алмай, қоныс той жасай алмай. Жұлдызды жұп Мирас пен Құралай қоныс тойын тойлады. Қос әнші алғаш рет 4 қабатты зәулім сарайларын көрсетіп, көпшілікті ұл-қыздармен таныстырды. Ана келе жатыр, оған палау емес, ет асып солай күтейік деп. Шын мәнінде 4 бала тәрбиелеп отырған үлгілі отбасының кәмелеттік жасқа толмаған қыздары не себепті намазға жығылып, басына орамал тартты. Киіміңіз ерекше, ата-анасының рұқсатымен дегендей, бұған қалай келдіңіз? осы қыздарымды дінге жақындатып жатқан жайым бар. Мемлекеттік сыйлық, атақ және марапат. Қазақ эстрада жұлдыздарының қайсысы үлкен дәрежеге қол жеткізді. Ал кімнің ауыз толтырып айтатын жетістіктері жоқ. Жаңа мәдениет саласынан жаңағы еңбек сіңген, болмаса тағы да ондай атақтарым жоқ. Елімізде еңбек сіңірген қайраткер атағын алғандар кімдер? Олар сол атаққа лайықты ма? Біліп отыратын болдық қазір. Мынада хит шықты, келесі жылы қайраткер болып бұйыртса. Ешқашан мәдениет министрлігінің есігін ашқан жоқпын. Мемлекеттік жастар дарын сыйлығын алдық, оған лайықтымыз деп есептеймін. Ал Қазақстанда атақ алуды армандап жүрген Анатолий Цой президентке өзі хат жазды. Может быть, хочу улететь я с тобой. 6 жылдан астам уақыт Ресейде ән шырқаған сері жігіттің бұл әрекеті қаншалықты дұрыс? Беті қалың болса, енді ондайды да адамды жер көтеріп жүр ғой. Не істеу керек бұған? Бәрібір сендей, бәрібір сендей, бәрібір сендей болмайды жаным. Дәл осылай сахнада да, өмірде де 20 жыл бойы қол ұстасып жүріп, мәңгілік махаббаттарын әнге салған Мирас пен Құралай жұбы көпке жақсы таныс. Өз тыңдарман көрермендерінің жүрегіне жол таба білген жұлдызды жұп жағымды жаңалықтармен бөлісіп, Опмай бағдарламасының ұжымын қонаққа шақырды. Алғаш рет жаңа шаңырақтарын көрсетті. Ал, саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Шүкір, аман есен. Рахмет үлкен. Сіздердің шаңырақтарыңызға не келеміз дегенімізге қанша уақыт болды. Жаңа шаңырақ жақында ғана қоныс тойын тойлады деп естіген болатынмын. Былай қарай ағамыздың қасына тұрыңыз. Бір-екі сұрағымды қойып үлгерейін. Қашан көшіп үлгердіңіздер? Қанша уақыт болды? Жалпы осы пандемия басталып жатырғанда көштік. Наурыз айында? Осы, сол міне 1 жыл болып қалды. Көшіп келдік та пандемияның уақытында ешкімді шақыра алмай, қоныс той жасай алмай, өзіміз осы үйде тұрып, енді жайлап достарымыз өздері шақырмасақ та келіп құттықтап кеткендері бар. Негізі әріптестеріңіздің басым бөлігі дәл осылай өздеріңіз сияқты қаланың кішкене сыртында тұрады. Не себепті осы жақты таңдадыңыздар? Бірі бар кәдімгідей пәтерде тұрады, бірі үлкен үй тұрғызып жатады дегендей. Мына жақтың ауасы керемет қой. Ең басы таудың етегінде тұрамыз. Ауа сатып алдық деп айтуға болады. Оның үстінен мамамыздың қолында тұрамыз. Ол кісі таза ауа жұтсын деп, жаңағы Алматының ауа райын білесіз, ауасын яғни. Не нәрсеге аса мән бердіңіздер? Бұл үй дайын үй, қателеспесем, өздеріңіз тұрғызған жоқсыздар? Бұл дайын үй, бірақ деген енді біз өзімізде жалпы құрылыстан хабарымыз бар. Сол себептен маған бұл үйдің сапасы ұнады. Сапасы, кеңдігі, ауасы, аурасы дейміз ғой. Сол себептен осы үй бұйырды бізге. Ал сіз не нәрсеге аса мән бердіңіз енді әйел адамы болғаннан кейін? Ас үйдің кеңдігі ма, жоқ енді бала шағаға жеке бөлмеден болу керек па, қалай? Енді Аллаға шүкір біздер Алматыға көшіп келгенімізге уже 10 жыл болып қалды ма? Сол 10 жылдың ішінде Мирас уже 4 үй салды ма? Сөйтіп, сон... Мақтай бермейшін. Жоқ, енді мақтауға тұралдық қой. Жаңа өзіңіз айтқан болатынсыз, бізде көріп жатырмыз, үй үлкен екен. Қазір енді кішігірім экскурсия жасайтын шығарсыз, көрсететін шығарсыз. Қанша уақыт керек бізге? 2 сағат жете ма? Жалпы, мен деген сондай үлкен үй алуға тырысқан жоқпын. Жалпы үйдің өзі ұнағасын алдым. Енді квадратты сұрағанда мен айтқым келмейді. Бір мақтанған сияқты боламын. Мирастың өзі жалпы үлкен нәрселерді жақсы көреді да. Енді мен мысалы үлкенмін, машинасы да үлкен, үй де үлкен. Сол сияқты. Не болса да үлкен болған жақсы ғой дейміз. Рұқсат па енді көреміз ба? Әрине. Мынау енді сіздерге кішігірім. Ал, бісміллә. Үйімізді бір көрсетті, бір мақтанған емес. Анна ханым біздің бір сүйікті журналистіміз болғасын, осындай міне ұсыныс білдіргесін. Қонаққа келе жатыр деген соң. Кішігірім енді үйімізді көрсетсек болатын шығар.
бұнда тұрған ештеңе жоқ шығар. Бұл енді біздің үлкен холлымыз, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мына жақта 2 санузел, мына жерде 1 санузел, ар жағында 1 санузел. Мына жерде, иә, мынау біздің үлкен холлымыз. Бір жағынан залда сияқты. Жүріңіз артымыздан. Бұл біздің міне залымыз. Енді біз қазақ болғасын қонақ жай халықпыз ғой, жалпы. Қонақты бірінші орында ойлаймыз. Қонақ қай жерге отырады, қалай деген сияқты. Осы залдың өзі, біз енді мамамызбен бірге тұрамыз ғой, мамамыз айтады, мына залымызда кішкентайлау сияқты дейді да. Иә, сол себептен енді Құдайға шүкір. Біздерде осы уақытқа дейін көмекшіміз болды. На карантин басталғаннан кейін біз ол көмекшіні жіберіп, Аллаға шүкір, 2 қызымыз бар. Осы 2 қызымыз қонақ келер десе дастарханды осы 2 қызым Іңкәр мен Кәмшатымыз жасайды, дайындайды, үйдің бәрін жинайды, көмектеседі. Біз жалпы дайын қылып алдық. Былай дым істеген жоқпыз енді шыны керек. Ас үйге барайық. Бұл жерде өзіңіз байқап тұрсыз. Бұлайдың арманы болды, ас үйім үлкен болса екен деп. Енді мынадан үлкен ас үй енді білмеймін мен. Мына жерде 2 стол бар, өздеріңіз көрдіңіздер. Мынау кіші стол, мынау үлкен стол. Бауырларым келгенде бала шағалармен бәріміз осы жерге, үлкендер осы жерге отырса, бала шағам барлығы осы жерге отырады, осы жерде отырады. Бәріміз сыйып кетеміз. Мен үйде керемет, ең керемет тамақтардың бірі енді палауым бар, жаңағы Мирас айтқандай борышым бар, бауырсақ. Енді сахнада жүргенде әнші болып жүреміз де, үйге келгенде міндетті түрде келіннің міндетін атқарамыз. Өкінішке орай дейін ба, қуанышқа орай дейін ба, анамыздың еті енді күшті сүрленеді, күшті асылады. Сол себептен анамыз ол тізгінді әлі ешкімге бере қойған жоқ. Қонақ келгенде сол себептен құрлай борщ палаумен құтылады әйтеуір. Етті бізде анамыз асады. Енді алғашқы күнде құрлай мама папамыздың көңілінен шығуға тырыстық та, келе салып. Таңертең таңда дастархан әзірлеп бәрімізді оятпайды ма? Сонда бәріміз дастарханда отырсақ, ол Ақтөбе қаласында болды. Сол қалада тұрдық басында. Сонда мамамыз ана бөлмеге барып, мына бөлмеге барып, бірдемені іздеп жүр. Мама не іздеп жүр десе құрлай. Бір үлкен кастрөлде түнімен пісірген холодесім болып еді. Соны көрмедім ба десе құрлай, ту мама ол холодеспен мен түсінбей қалдым, төгіп тастадым деп. Иә, солай басталған жалпы келін жолы. Кәр Құдайға шүкір оның бәрін түрлерін құрлайдың өзі жасай береді. Ал енді жұлдызды жұптың жұлдызды балаларымен танысатын уақыт келіп жетті. Мирас пен Құралай Бекжановтар 3 қыз, 1 ұл өсіріп отыр. Арыстанбек Мирасұлы. Дұрыстап айт. Ассалаумағалейкум. Неше жасында үйленесің? Білмеймін. Айттым ғой мен, 18 жасында үйленесің. Иә. Кімге үйленесің? Білмеймін. Айтқан жоқ, мен саған қызды өзім тауып беремін деп. Иә, жарайды. Кешіріңіздер, мен кішкене сонда қалжыңбаспын өзім. Иә, Арыстанбек 9 жаста, Айсұлуымыз 5 жаста. Иә, тісіңді көрсетші. Ойбай. Әншілер қыздарын өнерге жақындатқысы келмейді, ал ұлдарының ізін жалғап ән салғанына қарсы емес. Мына жерде біздің міне Кәмшат деген қызымыз да жүр екен. Кәмшат деген қызымыз біздің 9 класс бітіріп, бұйырса Казахско-турецкий лицейге түсемін деген үмітте. Колледж Алла қаласа бұйырса. Камера алдында көп көріне қоймайтын жұлдызды жұптың ұл-қыздарынан біз де бірқатар сауалдарымызды жолдадық. Мәселен, бір білмеймін, шетелдік тілдерге қызығушылық бар ма? Қазақстанда тұрғыңыз келе ма, жоқ әлде шетелге барып білім алғыңыз келе ма? Жоқ, мен өскен бір жағынан маркетологты да таңдадым, бір жағынан переводческое дело дегенді де таңдап жатырмын. Арабский және де турецкий тілдерін үйреніп, сол мамандықты сол тілдерді де бір жағынан үйренгім келеді. Енді мына жақта сұрап өту керек шығар, енді киіміңіз ерекше, ата-анасының рұқсатымен дегендей, бұған қалай келдіңіз? Әдеттегідей болады ғой, мысалы басқа отбасыларда анасына қарап бойы сөйт деген секілді. Сіз қалай келдіңіз, қалай дайын болдыңыз? Өзіңізге әдемі болып жарасып тұр. Соған қарағанда араб тілін таңдауыңыздың себебі осыған да қатысы бар сияқты, иә? Иә, ата-анасы дегенде біздің мама да орамал тақпаса да, қазіргі таңда намазын оқып, қазіргі таңда да біздің отбасымызда иманды отбасылардың бірі деп саналады, өзім санаймын. Әжеміз де, анамыз да, әкеміз де оқып жатыр.
Бұл орамалға Қанша уақыт болды? 1 жылдай болды, иә. Январдың қаңтардың 14-інде. Енді әкесінің ұсынысы бойынша мектепке жібердім, Айсаф қыздар мектебіне жібердім. Жалпы енді біз бәріміз білу керекпіз, енді әкенің қалай деп айтуға жауапкершілігі өте көп, үлкен. Сол себептен мына қыздарымыз қалай өседі, қандай бағытта жүреді, бақытты отбасы болсын деген оймен осы қыздарымды дінге жақындатып жатқан жайым бар. Енді сіз қанша мысалы ұсыныс айтсаңыз да ол адам өзі іштей дайын болу керек қой. Енді біреу айтты екен деп, енді біреу емес, енді әкесі сіз ғой. Дегенмен енді басқа адам айтты екен деп іште бір жүрегінің қалауы болу керек. Басына орамал тартып, ол бір ғана намаз оқу барысында ғана емес, өмір бойы осылай жүру керек болады ғой. И сонымен Құдайға шүкір, қазір соны түсініп маған рахметін айтып жатыр. Себебі қазір өздеріңіз көріп жатсыздар, мына жасөспірімдермен қандай жағымсыз жаңалықтарды көріп жатсыздар. Сол себептен оның барлығы имансыздықтан деп ойлаймын. Сол бақытты отбасы болсын, жақсы отбасы болсын деп та енді шындық айтсам, өнерге жақындатпай, осы имани жолды таңдап, осындай бетін сол жаққа бұруға тырысып жатырмын. Қолымнан келгенше, үлкен қызым енді оған жете қойған жоқ, 11-ші сыныпта оқиды, екінші қызым 9-ші сыныпта оқиды. Енді қолымнан келгенше әке парызын жасап жатырмын. 4 ұл-қыздарыңыздың бойында ешқайсында талант жоқ па айтарлықтай? Болса да жоқ дейміз ғой. Жоқ, неге мына біздің кішкентай Арыстанбегіміз бар, Айсұлуымыз бар. Өзіміз көріп тұрамыз. Өнерге тура құштарлықтары жанып тұр. Ал мына 2 қыз енді шынымен де кішкене ондай өнерге деген өнерге қатты жақын болған жоқ. Бірақ әжесі өлең үйретіңдер, жаңағы сахнаға шығарыңдар, неге шығармайсыңдар, басқа балаларын шығарып жатсыңдар дегендей біздерге Мирас екеумізге проектор бар ғой, басқа проектор, басқа балдармен шығып жатырмыз талай. Сөйтіп әжесі ұрыспасын деп іңкәрмен кәмшатта шығарғанбыз, әйтеуір әжесі риза. Жаңа енді әзіл болса да айтып жатсыз, қашан үйленесің деп ұлыңызға, жасы 9-да, қателеспесем жаңа айтып қалдыңыз, өзім тауып берем деп. Кейбір әріптестеріңіз бар, расында да сондай ұстанымда, мысалы Өмірқұл ағамыз айтқан болатын, ұлыма өзім қыз тауып беремін, өзімнің достарымның арасынан қарастырып жүрмін деген сияқты. Сіз кішкене әзілдеп айтсаңыз да бір ойындағыңызды айтып қойған сияқтысыз. Қыздарыңызға келгенде, ұлыңызға келгенде. Әрине, ұлға келгенде енді маған жақсы келін керек. Алла сонан бұйыртсын, дұғамызды, тілектеріміз қабыл етсін. Себебі бізде бірақ ұл енді қандай келін болса, соның қас-қабағына қарауға тура келеді. Түсінтірсіз ғой, Саналы келін берсе екен деп. Жоқ, әлде мүмкіндік бар ғой, Алла қаласа тағы да 2 жыл болса дегенде, бір баланыкіне қарап қалдық демей-ақ қойыңыз, жассыздар ғой. Әумин айтқаныңыз келсін. Соған жетуге Алла нәсіп етсін. Ал қыздарымызға... Ол да қыз болып қалса қайтеміз. Ал қыздарымызға келетін болсақ, біз енді ештеңе деп айта алмаймыз ғой, енді ол деген ыңғайсыз да нәрсе, қызыңа да нағыл дейсің. Бірақ дегенмен қызды ертерек жасымен, ерте жасында тұрмысқа берген дұрыс. Себебі мен ойымша, ерте деп жүріп, қанша отырып қалған қыздарымыз бар. Оны өзіңіз жақсы білесіздер. Өзіңіздің бағдарламамызда, талай бағдарламада бәріміз көріп жүрміз. Сол себептен қазір мына ерте деп 23-24-ке келіп қалса, ол уже орта жастан өтіп кететін жас сияқты болып қалады қазіргі таңда. Сол себептен 18-19-да өзінің бақытын, өзінің асыл жарын, адал жарын, иманды жарын кездессе, мен беруге дайынмын. Алтын туған жерім, ақ жолтай елі атанған, киелі тасыралым. Бір қызығы, үйлерін аралап көрсетіп жүрген Мирас пен Құралай жұбы сандықтың түбінде сақтап қойған ешқандай мемлекеттік марапаттың жоқтығын айтып қалды. Белгілі болғандай, бұл өнерлі жұпта атақ та, медальдар да жоқ екен. Бізге бірінші атақ, енді өзімізді жұбатқан деп біліңіздер, бізде ондай атақ жоқ. Бірақ маған атақ керек жоқ деп айтсақ та, ол да артық болатын шығар. Әрине, атақ үкімет беріп жатса, атақ ол жақсы. Бірақ халқымыз осылай бізді тойларына шақырып, осындай бақытты отбасы болсын деп, біздің балаларымыз, жастарымыз, осындай көп балалы отбасы болсын деп, өнегелі, үлгілі тұтатын отбасы болсын деп шақырып отырған өзі бізге үлкен ол бедел, атақ. Сол бақыт, содан Алла тағала айырмасын. Құдайға шүкір, ол атақ беріп, ол атағымыз үйде жатып, қағазымыз үйде жатып, халқымыз илемей, халқымыз қаламаса бізді, онда оның атақтың несі бізге керек, несіне керек? Атақ
Мемлекеттік марапат демекші, осыдан бірнеше ай бұрын журналистердің біріне сұхбат берген Анатолий Цой еңбек сіңірген қайраткер атағын алуға барын салуда. 20 жыл осы салада қызмет еттім деген әнші президентке хат жазып үлгерген. 32 жасқа келген сері жігіттің бұл әрекеті қаншалықты дұрыс? Енді ол керемет сұрақ екен, ол сұрақты жалпы Мирас жақсылап жауап берсін. Бірақ дегенмен біздер Мирас екеумізде ондай енді сұрамаған балаға иә, онда білмеймін, қазіргі таңдағы жастар енді қазіргі заманның жастары ғой. Енді біздерді енді қазіргі таңның жастары болғаннан кейін олардың ойлары да, тәрбиесі да, көзқарастары да совсем басқаша. Кішкене, ал біздер олардан кішкене үлкен буындар біртүрлі басқа тәрбиемізді жаңағы адамға деген көзқарас, кішкене бір ұялу жағынан да Үйтіп жалынып, атақ алғанша алмаған жақсы сияқты. Иә, Құдай сақтасын. Иә, оны бермеген атақты өзің жалым сұрап алған. Білмеймін, жалпы оны үкімет өзі ойлау керек. Себебі искусство это лицо страны дейді ғой. Иә, искусство, культура, лицо страны дейді. Сол себептен осы өнерде жүрген азаматшаларды үкімет ойлау керек, жағдайын жасау керек деп ойлаймын. Сонда біздің еліміздің мәртебесі биік болады, еліміз ел болады деп ойлаймын. Ертең менің ойымша үкіметтің ешқандай атағы кешімге керек емес болады. Мына шетелде деген талай әншілер бар, ешқандай атағы жоқ, оны бүкіл барлық әлем біледі. Сол себептен халық өзі көтермелеп, өзі атағын беріп жатса, содан артық атақ жоқ деп ойлаймын. Халықтың бізге деген ықыласының өзі бізге бір атақ қой. Иә. Ал енді оны байқап, үкімет атағын беріп жатса, нұрдың үстіне нұр. Иә. Бірақ үйтіп үкіметтің артынан жүгіріп, маған атақ беріңіз деп жаңағы жазған деген сияқты, сұраған деген сияқты, оны енді түсінбейміз. Мирас пен Құралайдың 4 қабатты зәулім үйін толықтай көргілеріңіз келеді ме? 1000 шаршы метрді құрайтын бұл шаңырақта тағы да қандай бөлмелер бар? Экраннан алыс кетпеңіздер. Біз барлығын эксклюзивті түрде көрсетеміз. Ал дәл қазір Қазақстанда атақ алуды армандап жүрген Анатолий Цой туралы басқа да өнер жұлдыздары не дер екен? 6 жылдан астам уақыт Ресейде ән шырқаған әнші президентке хат жазып, өзіне атақ беруін сұрағаны қаншалықты орынды? Жалпы осы тақырып бар ғой, қазір деген бәрі мәдениет қайраткер болып кетті ғой, енді әңгімені ашық керек. Мен үлкен ағаларымыз айтып отқан жоқ, мен жас буындар, бізден кішілері бар, бізден кейін шыққандар қаншама. Көзде жүргеннің бәрі жаңағы былай айтқан кезде бәрі алып кетті ғой. Негізі өзім ондай нәрсеге қарсымын. Ол нәрсе деген адам өзінің өмірін арнап еңбек сіңіргеннен кейін берілетін нәрселер ғой. Бізде қаншама аталарымыз өлгеннен кейін алып кеткен, нені ала алмай бұл тірі кезінде да қандай әлі күнге дейін оқимыз әндерін. Біреулер өлер шағында жаңағы шамшағымыз больницада жатып кетейін деп отқан кезде әкеліп берген екен, сіз осындай халық әртісін. Сол секілді олар өздерінің өмірін арнап сөйтіп еңбекпен келген нәрсе тәтті болады ғой. Бұрын айтатын еді, еңбекпен келген нанның дәмі тәтті болады, басқа болады деп ол. Сол себепті қазір қарап отырасың, анау алып атады, мынау алып атады, келесі жылы хитті анау жазса, анау алып атады, мына сонымен өз біліп отыратын болдық қазір. Мынада хит шықты, келесі жылы қайраткер болады бұйыртса деп әзілдейтін болдық та қазір. Сол секілді енді Цойға айтарым, Цойға ертерек шығар кішкене алуға да. Бірақ дегенмен ол кісінің еңбек сіңбеді деп айта алмаймын, себебі еңбек сіңді. Біздің Қазақстанның атын бүкіл СНГ-ға насихаттап, өзінің бағытында сондай дәрежеге дейін жетті ғой. Ол дәрежеге жете алмай жатқан адамға қаншама деген секілді. Сол жағынан еңбегі бар. Бірақ енді Қазақстан үшін енді сол ары қарай мен қазақстандығымын, бір қазақтың туын, қазақтың бір нәрсесін көрсеткеннен кейін Қ-ға қатысу керек қой, ішім істеп жатқан тірліктер. Сол кезде Қ-ның еңбек әртісін беру болады Қазақстанның, былай айтқан кезде. Енді қазір істеп жатқан дүниелер Қ-ға, Қазақстанға вообще қатысы жоқ қой, енді орысша әндерін айтып жүр. Қазақстандық. Жай әшейін Қазақстандық халық әртісін бермесең басқа вариант көріп тұрған жоқ, былай айтқан кезде. Бірақ енді көрмей қалуға болмайды, жақсылығын көру керек. Еңбегі бар. Көп жігіттердің жете алмаған жетістігіне жетіп жатыр. Қай жердің жігіті десе Қазақстанның жігіті деп айтатын болғаннан кейін оған жаңағы бізде беріп жатқан балдардан көрі соған да бір бере қоюға болады, бәрі беріліп отыр ғой.
менде де ешқандай ондай атақ жоқ. Мысалға мен ешқашан сұраған емес, мен сұрамаймын да. Себебі білмеймін, мүмкін сол өзімнің саламда бақытты адамның біреуі шығар мен. Сол үшін маған ондай нәрсе керек болмай жатқан шығар. Енді білмеймін, Анатолий Цойды анда-санда менің әнімді айтып қойды, анау Жан сырым деген әнді айтып жүреді. Оған ризамын мен. Бірақ енді білмеймін, сұрап алғаннан гөрі бергенде алған дұрыс қой, жаңағы. Сұрап алғаннан гөрі берсе береді. Ана біздің Ренат Гайсин екеуміздің жақсы қалжыңдайтын әңгімеміз бар. Баяғыда ана әндерімізге гонорар аламыз ғой. Сол кезде Роза Қуанышевнаға ән жазып жатырмыз. Енді Роза Қуанышев деген не деген народный әншіге жазып жатырмыз екеуміз. Енді жаңағы қалай енді ақша туралы айтамаймыз ғой деп жатырмыз ғой. Сөйтсем Ренат пысық қой. Сейфуллин, сен бүйтіп айтшы дейді, сен қазақша жақсы сөйлейсің ғой дейді. Роза Қуанышевна, берсеңіз беріңіз, бермесеңіз бере салыңыз дейді. Сол сияқты. Сондықтан ол сондай нәрсе деп ойлаймын. Сой ағам сіңірсін, қазаққа еңбегін сіңірсін, ұлтына, сол Қазақстандағы елге, жерге. Енді оның Меладземенен ән айтқан ол жеке бастың шаруасы, болмаса өзін қалыптастырудағы бір жолы шығар, бірақ оның артында ұлт бар, мемлекет бар, ұлттың өнері бар деген сияқты. Бұл мен жеке пікірім, енді дегеніне жетсін, жалпы адам өзін не армандайды, неге талпынады, Алла тағала береді бәрін. Дегеніне жетсін, бірақ соны алып тұрғанның өзінде де рахаттанып алу деген нәрсе басқа да. Және сұрап алып, тіленіп алып, болмаса ұрсып алып, тартып алу деген нәрсенің өзі қадірі де жоқ, білмеймін. Сол енді. Ал үлкен сахнада жүргеніне 45 жыл болған Айжан Нұрмағамбетованың бір ғана атағы барын білетін бе едіңіздер? Ал енді сіздің айтқаныңыз Анатолий, білмеймін. Бір жағынан айтады ғой, жыламаған балаға емшек бермейді дейді. Солай дейді ғой, бірақ мен өз басымды айтсам, ешқашан ештеңе ешкімнен сұраған жоқпын. Еңбек сіңірген әртіс деген атақты алғаным да өте қызық болды. Неге десеңіз, менің 94-ші жылы әкемнің өте қиын жыл болған, әкемнің қайтыс болған, ерте кеткен, шаш ағармай кеткен. Әкем соны жылап жүргенде қыздар звондап, комитет комсомол содан звондап, құжаттарыңды жинашы. Жастардың премиясы, дарын деген премияға құжаттарыңды жина деп айтқам. Сонда мен айттым, жасым келді, мінеке кішкене ғана қалды, ол премия неше жасқа дейін береді деп соны сұрағам. Сонда жарайды, құжаттарымды жинап бердім. Сонда менің естігенім, бұл жерде анонимное голосование деп айтады ғой. Сонда болды, кісілер айтатын, ой, бермейді саған деп. Берсе де бермесе де енді қыздарды ренжітпеймін деп құжаттарымды бергем. Сонда менің құжаттарымды көріп, Дүйсен Қорабаевич Касининов, мен ол кісімен таныс емес. Ол кезде мен тек қана білгем консерваторияның ректоры деп. Сол кісі айтыпты, менің құжаттарымды алып, мына Айжан мына жерде не істеп жүр? Құжаттары не үшін? Бұл премия ол үшін қуыршақ сияқты деп сөйтіп айтты. Сосын айтты, қалай қарайсыздар, достар деді. Осындай қызымызды еңбек сіңірген әртіс деген атаққа осы біз 20 шақты керемет адамдармыз, соны сол жаққа жіберсек деп сөйтіп айтыпты. Мына қыз біз оны ұсынбасақ, бұл әнші ешқашан атақ алмайды деп сөйтіп айтты. Соны маған айтқан сол жылы, енді қыздардың звондап айтқаны 2 жылда болатын сол премия дарын, енді 2 жылда саған атақ беретін шығар. Сол жылы 95-ші жылы мен атақ алғам. Содан кейін қаншама жыл сахнада жүрсем, бір рет қана осы тәуелсіздігімге арналған бір медалім ғана бар. Ешқашан мәдениет министрлігінің есігін ашқан жоқпын. Департамент культуры, мәдениет департаментінің есігінде ашқан жоқпын мен. Сұрамаймын да. Ең қызық, содан соң мен білмеймін. Бірақ қазақтарда айтады ғой, жыламаған балаға емшек бермейді деп. Мен жылап, ештеңе сұрап жүрген жоқпын, бірақ қайдан білейін, дұрыс та шығар.
Жігіттер тобының әншісі Бағлан Әбдірайымов болса, өз-өзіне марапат атақ сұраған сахналық әріптесіне қатысты келесідей ой білдірді. Бұл жерде 50-50 деп айтуға келетін шығар. Мысалға, осы музыкалық оқу орнын бітіріп, Қазақ концертте, филармонияда, сол бір музыкалық салада мемлекеттік қызметте жасап жатса, онда оны өзінің басшылары ұсынады. Біздің осындай әріптесіміз бар, ол осындай еңбек етті, еңбек сіңірді, пәленбай конкурстарға қатысты, осындай бір әні елдің руханиятын көтерді, осындай бір белгілі бір тақырыпта ән қозғады деп өздерінің басшылықтары ұсынады. Ол енді негізгі жолы мен ойымша солай болу тиіс. Ал енді жоқ, бір 7-8 клип түсіріп алып, не бір кез келген адам, дауысы жоқ адамда, музыкаға қатысы жоқ адамда қаражаты бар болса болды, ол бейнебаян түсіріп, елдің алдына ұсынып, былай атақ абырой даңқ жинап алу мүмкін, танымалдылықты, бірақ жаңағыдай маған бір сыйлық бер, маған бір награда бер дейтін ол жөнсіз деп есептеймін. Өйткені ол шешімді ол өзі қабылдап жатыр. Бұндай марапаттарға ол көпшілік ұжымның келісімімен, одан мысалға мәдениет басқармасы қарау тиіс, одан кейін барып министрлікке барғаннан кейін қай бағытта министрліктен қарауы тиіс. Яғни адамзаттың жасалған еңбегі, жүріп өткен жолы сол марапатқа лайық па, лайық емес па, бірнеше ережелерінен өту керек деп өз басым есептеймін. Дұрыс, сөзіңіздің мәні бар, Бағлан мырза. Тек бізге басқа нәрсе қызық. 4 жігіттен құралған тобыңыздың ауыз толтырып айтатын марапаттар бар ма? 18 жылдық тарих бар жігіттер тобының әншілері мемлекеттен қандай да бір мақтау я алғыс қағазын, медалін алған бет? Жоқ. Енді біз ең ауыз толтырып айтатын мемлекеттік жастар дарын сыйлығын алдық. Оның өзі мен өзім оған лайықтымыз деп есептеймін. Өйткені өзіңіз ойлаңызшы, енді 4 жігіт 18 жыл бірге жүру деген, бір анадан туған 4 жігіттің өзі бір қазанға бастары сыймай жатады. Ал енді біз 4 жігіт кәдімгідей қазақтың жігіттері қандай болу керек, ауызбіршілік қандай болу керек, сыйластық қандай болу керек, мәдениет қандай болу керек, қарапайымдылық қандай болу керек. Мен ойлаймын, соның барлығын жігіттер тобы насихаттап жүрді. Енді оны кеп, бәлкім осындай нәрселерімізге енді Алланың қалауыменен ғой, біз сол бір марапатты алдық. Айта кету керек, дарын мемлекеттік сыйлығы Қазақстан Республикасының үкіметінің дарынды жастарға берілетін мемлекеттік сыйлығы. Ол 1992 жылдан бастап жасы 35-тен аспаған қоғамдық әлеуметтік мәдени қызметтерімен халыққа танылған дарынды жастарға 2 жылда 1 рет ғылым, архитектура, өнер, әдебиет, журналистика, спорт, халық шығармашылығы салалары бойынша беріліп келеді. Жігіттер тобының әншілерімен қатар бұл сыйлыққа Айгүл Иманбаева да ие болған. Жалпы мен дарын сыйлығын 2006 жылы осы сахнада желтоқсан желінің спектакль премьерасына дайындық кезінде естідім. Менің жалпы дарын сыйлығын алғанды осы жерде басшылық ол кезде Талғат Османгалич, директор Теменов, барлығы ұжым келіп құттықтап сахнада көтеріп сол жерде естідім. Ол кезде тіпті жаспыз ғой. Ал енді еңбек сіңірген қайраткерді 2015-те алдым. Оның өзінде де өз қатарларымнан мен ең соңғы болып алдым десем де шатаспаймын. Өйткені сол алу ойыма да келмепті. Оған тапсыру, жүгіру деген нәрсе сондай өзі бір варианттар болады екен. Оны да істемегем ғой. Мені өздері шақыртып, құжатыңды өткіз деп айтпағанша мен мысалға өткізу ойыма келмеген. Және өзіміздің АИ театрынан, өзімнің театрымның атынан алдым мысалға. Тіпті осы 22 жыл істеп келе жатқан театрдан емес. Сол себепті ол бақ, ол өнерге деген сенің адалдығың, ол сенің жасаған еңбегің, ессіз махаббатың, өнер, оның барлығын мынау жаратушының есебі түгел ғой, Құдай-ау. Адамның деген еш уақытта болмайды ғой, соны түсінсе болды ғой адам баласы. Сол себепті білмеймін, менің де мысалға біреудің алдына барып сұрап, жағымпазданып, бірдеңе беріп, сұрамшақтанған, сұранып алған еш нәрсем жоқ. Әйтеуір адал еңбек, маңдай тер, өнерге деген ессіз сол махаббаттың арқасында жеттік, және дәмді, тәтті, абыроймен, орнымен, және оны бір жерде соны айтқызтып рахаттанып жатқан мен де жоқ. Мүмкін ол мен балама керек шығар, мүмкін ол менің анама керек шығар, ағайын туысыма керек шығар. Маған өзгеріп кеткен түгі жоқ. Ішімде де өзгеріп кеткен түгі жоқ сол атақ алғаннан. Ең бастысы қасықтап жеген
абыройың маңызды деп ойлаймын. Ал Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі құрметті атағына ие болған Айжан Нұрмағамбетова бұл атақты беру 99 жылы тоқтатылса, орнына дәл сол жылы еңбек сіңірген қайраткер атағы тағайындалды. Алайда екеуі де үлкен құрметке ие атақ болса да, оларды салыстыруға болмайды дейді Нұрмағамбетова ханым. Себебі қазір бәрі алып жатыр ғой. Сол қазіргі беріп жатқан атақ халық артисі емес, ол қайраткер дейді. Өнер қайраткер бар, мәдениет қайраткер бар. Мәдениет қайраткер деген ол ертеде ана фольклорный ансамбльдар, клубтарда әуесқой сондай топтарға беретін, сосын сондай жұмыс жасайтын клубтарда істейтін кісілерге беретінді. Ал қазіргі анау өнер қайраткер деген. Ол деген қазіргі білмеймін, басқа айтам ғой. Қырғызстанда да, Өзбекстанда да, Ресейде де, Таджикистан, Түркменстан қай жерде болса да еңбек сіңірген артист, халық артисі, екі атақ бар әртістерде. Ал анау өнер қайраткері деген, ол деген режиссерларға, суретшілерге, жазушыларға, сондай сазгерлерге сондай беретін атақ деп мен есептеймін. Оны не үшін алып тастағанын білмеймін. Артист деген ол артист, режиссер деген ол режиссер. Содан соң қазіргі беріп атқан жастарымыз алып жатыр. 10 жыл сахнада болған әншілеріміз, тойларда жүретін әншілеріміз алып жатыр ғой сол. Енді соның құны жоғалып кетеді деп соны айтатыным. Бұл несібемен бақ дегенді ешкім тартып ала алмайды. Ол менің де басымда болады. Неге осы Айгүл белсеніп кіріп осы жүрмейді, тіпті осы театрымның өзінде де неге ол күнде келмейді, неге ол деген сияқты кейде ұжым болғаннан кейін болады ғой, бір негелері бітпейтін кездер болады. Неге ол зарплата алады деген сияқты нәрселер жалпы мен үшін ол өте күлкілі нәрсе. Өйткені мен зарплата үшін жүрген адам емеспін жалпы. Айтылады. Жаңағы тойда ән айтып алып кетті, түзде ән айтып алып кетті деген әңгіме жүре береді. Ал бірақ оның астында ол бағана айттым, қаншалықты ол тәтті, қаншалықты ол абыройменен адал жолмен келді мәселесі ол атақ. Сода шығар. Енді жарайды ол жастық кезінде мүмкін сондай бір номерлар өтіп кетер. Өзіне де елдің арасына да біреуге бірдеңе дәлелдеген секілді болып. Бірақ ол адамның жасы ұлғая келе, мен осыған тұрамын ба? Бәріміз өз-өзімізге іште есеп береміз ғой. Сол кездегі ардың алдында қаншалықты ол адамның жаны ары шыдап тұрады, мәселе сода. Ал енді беті қалың болса, енді ондайды да адамды жер көтеріп жүр ғой. Жүреді да. Сол себепті өмірдің өз ақ пен қарадан тұрғаннан кейін мүмкін сондай қызыл жасылы арасындағы хлопиясы, қауырсындары бір әшейін салмағы да жоқ, күші де жоқ, жүру керек те шығар. Дәл сондай адамдардың сөйтіп жарық-жұрық жай битіп жарқырап шығып атақ даңқын алып кеткендер қасымызда жүргенде біз мықты болатын шығармыз. Ресейге қоныс аударғанға дейін біраз жылдар бойы өз елінде еңбек еткенін айтқан Анатолий Цой бұл марапатқа өзін лайықтымын деп есептейді екен. Азаматтығын ауыстырмаған әншіге бір қолдау көрсетсе, басқалары қатаң сынға. Жалпы әншілік енді қалай әудемейтін қазақ жоқ, сондықтан әншілікке енді марапат сұрау өз басым оны шамалы дұрыс санамаймын. Ал енді сазгер ретінде, маған балалар сазгер ретінде беріп жатса, мен қуана қабыл аламын. Себебі жоқ жерден жаңадан ән шығарып, оны балаларға ұсынып, балалар оны орындап, сүйіп орындап жатса, мектеп бағдарламасына еніп жатса, балапан арнасын көрсетіп жатса, неге марапаттамасқа деген менде бір кішкене үміт бар. Бірақ енді әншілер, олар өзінің гонорарына ән салып жүрген азаматтар, халық тойларына шақырып төлеп жатыр. Егер де бұрынғыдай ел, ауылды аралап, тегін гастрольдетіп концерт берсе, онда марапат беруге болады. Бұрынғы біздің өнердегі әпкелеріміз, ағаларымыз солай алған негізі. Еңбегі сіңген, өзінің атайтып тұрғанда еңбегі сіңген артистер. Ал қазір енді көпшілігі өзімен өзі ғой, еркін
жаңағыдай қалған жеріне барады, келеді, гонорарын алады. Ондай әншілерге марапат күту ұят қой деп ойлаймын өз басым. Сіздерде жоқ па? Бізде атақ жоқ. Медаль жоқ па? Жоқ. Ешқандай. менің медалім осы кісі. Қазір бір-екі ән айтып, медаль алып. Жоқ, бұл күнге дейін біз ол туралы ешқандай ойланған жоқпыз. Халықтың ықыласынан асқан атақ жоқ қой негізі. Бірақ оны кейінгі кезде, міне 50-ге жақындап қалдық қой. Кейінгі кезде мен сол сазгерлік жағынан кішкене дәметемін енді, жасырмаймын. Бірақ әншілік үшін ештеңе сұрамаймыз. Бұл кісінің осындай ойы бар екен, мен де білмейтін. Қай нәрсені болмасын, мынау әсіресе өнер адамдарына айтарым. Халық медальді да бағаны да беретін халық қой. Халық сені жақсы көре ма? Халық сені бағалай ма өнеріңді? Демек сол медаль ал өкімет тарапынан беріп жатса, ал бермей жатса, оған бар, сен маған бермедің деген нәрсені мен ойлаймын қажет жоқ. Білмеймін енді. Өз басым солай ойлаймын. Өкімет бағалап жатса өзі-ақ берер. Бермесе ең бастысы халық берген болса болды. Жоқ, менде марапат, мен енді халықаралық конкурстарда жеңген, ондай статуэтка, дипломдарым бар әрине. Баяғы республикалық конкурстардың, халықаралық конкурстарға бардым талай басқа мемлекеттерге. Бірақ жаңағыдай енді бар ғой, енді жаңағыдай бір мысалға заводта өлең айтасың, олар бір марапаттайды. Оскардың статуэткасы сияқты істеген статуэтка подарить етті, сол есімде де. Сондықтан ондайлар бар, бірақ арнайы бір мәдениет саласынан жаңағы еңбек сіңген, болмаса тағы да ондай атақтарым жоқ. И жаңағы Мақпал апамыз дұрыс айтады, ондай нәрсені сұраудың қажеті жоқ. Білем, мен оған не дейді, мүдделі емеспін. Өзімді солай сезінем. Маған мүдделі әншіге жатпаймын. Себебі мен білем, ондай жаңағыдай еңбек сіңген қайраткерлер облыстарға барсаң, филармонияның әншілерінде толып жатыр. Мысалға да оны халық білмесе де, сол өз өңірінің әншілері, оларда да бар. Сондықтан мен ойлаймын, қайта сондайларға көбірек беру керек деп ойлаймын. Ел аз танитын әншілерге сәл де болса бір пайдасы тиер деп ойлаймын. Жоқ, мысалы деймін де, сіз қаншама жылдар бойы еңбек етіп жүрсіз. Иә. Студенттеріңіз бар. Өзіңізден қанша жас кіші жігіттер алып жатыр? Жоқ, білемін ғой, қыздар да, жігіттер де бәрі құрмет ордені сияқты бәрі орын алып жатыр ғой. Мейлі бақытты болсын бәрі. 30 жылдығымызға тәуелсіздікке медальдерді алып жатыр ғой. Мен білмеймін, мен осы Қазақстанда бармын ба, жоқпын ба, Қазақстан эстрадасында бармын ба, жоқпын ба, жұмыс жасап жүрмін ба, жоқпын ба, білмеймін. Бір 10 жылдығында, 20 жылдығында, білмеймін, 10 жыл бұрын бір медаль берген. 30 жыл болғанда. Құрмет орден дейді, парасат орден дейді. Білмеймін айналайын. Менің директорым Алтынбек Қоразбаев Қазақконцерт атынан қаншама рет құрметке ұсынған. Жоқ, бірақ маған ешкім берген жоқ қой. Сосын ағамыз айтады, неге сен бармайсың? Неге Астанаға бармайсың? Онда барғанда не? Сұрау керек пе? Қай кабинетке кіру керек? Не істеу керек оған? Енді бір сөзді тілімді ертең істейтін шығар, оны айтпай-ақ қояйын енді. Не істеу керек сол үшін? Мен бармын ғой. Мен бармын деп мен сұрайын ба? Жазайын ба? Жазбайым да, сұрамайым да. Мен маңдайыма жазылып тұрса сол нәрсе, соны алармын. Жазылмай тұрса менің арманым мен мақсатым ол емес. Баяғыда мен бір бокс деген проектке шығып екінші орын алып болдым ғой. Мен сол кезде көбі сен бірінші орын алу керексің деп әлі күнге дейін айтады да, сол кезде Азамат Сатыбалдың айтқаны бар еді. Ол чемпион болғанмен сен халықтың чемпионсың деп, халық өзі мойындаған дұрыс қой, өзі сүйсін. Мейрамбекке мысалы Бесбаевқа оған халық әртісін, қайраткерін бермей қойсаң да ол Мейрамбек болып қалады. Мысалы Сәкен ағамыз деген сияқты, Мұқасан ағамыз деген сияқты. Халық әртісі керек емес таяқта. Халықтың өзі айтады біздің әртіс деп. Вот сол ең үлкен басты жүлде сол деп білемін. Ал былай оған ұят ыңғайсыз, мен білмеймін, жаратылысында жоқ. Мені халық әртісін қылыңызшы бірдеңе, мен неге бүйтпедім, сөйтпедім деп, мен едім деп. Не керек, зачем? Ал мемлекет тарапынан марапатты да, атақты да алып үлгермеген Мирас пен Құралай болса, халықтың ыстық ықыласына бөленіп сонымен ақ бақытты болып жүргендеріне шүкіршілік етті. Зәулім сарайларының бірінші қабатында орналасқан басқа да бөлмелерін көрсетіп, қос әнші жұлдызды шаңырақтарына кішігірім экскурсия жасауды жалғастырды.
бұл енді біздің кіші залымыз деп айтамыз ба? Иә, жалпы өзіміздің бөлмеміз. Осы жерге отырып, теледидар қарап, керек болса мына жер столымыз, көрпелеріміз жайып, өзіміздің қазақи бөлмеміз деп айтуға болады. Кейбір кездерде аяғымыз жайып, жерде отырып шай ішеміз, тамақ ішеміз деген сияқты. Мен жоғарғы бөлмемізде басқа ұйықтайтын, жататын бөлмелерді көрсетпеймін, бірақ өзіміздің бір спальнямызды көрсетіп жіберейік, иә? Көрсетіп жіберейік онда. Иә, мына бөлме біздің кіші ұлымыздың бөлмесі, Арыстанбектің бөлмесі, жаңа награда деп жатсыздар ғой. Міне Арыстанбек тэквондоға барып, мына қазір 3-ші классқа дейін бір мықты 3 жарысқа қатысып, барлық жерде бірінші орын алып тэквондодан. Сол спортқа барып жүр, бірақ енді қазір ойлап жүрміз, спортқа барғанда оңай емес. Мына жерден өздеріңіз байқасаңыздар, қараңыздар қандай керемет. Енді былай да көрінетін шығар, иә? Иә, қараңыздар, таудың етегінде, ауасы қандай, мына жердің керемет. Енді келесі бөлме, мына спальный, жататын мамамыздың ұйықтайтын бөлмесі осы. Жалпы біз сатып алғанда осындай обойлар болған, бізге онша ұнамайды, бірақ әлі ремонтын жасап үлгерген жоқпыз. Бірақ осы бөлмені мамамыз таңдап, иә. Бізде санузел, оны көрсетпей қояйық. Иә, үлкен санузеліміз бар. Мынау біздің бөлмеміз, спальнямыз. Спальня дейміз ғой енді, өзіміздің ұйықтайтын, жататын өзіміздің бөлмеміз осындай үлкен болған, өзімізге ұнайды. Өзіміздің денемізді көріп тұрсыздар ғой, иә, кішкентай емеспіз. Сол себептен осындай өзіміздің ұйықтайтын бөлмеміз де үлкен. Сосын осы жерден панорама дейміз ғой, қарасақ, бұл терезеден кілең, осындай күшті, керемет, көршілеріміздің үйлері, жоғары жақтан қарап тұрамыз аулалары. Бұл енді біздің, қалай деп айтуға болады, мансард деп айтуға болады. Жоқ, мансардымыз 3-ші қабат қой, айналып келгенде. Цокольмен санасақ 4-ші қабат. Жалпы бұл осы жерде мен қазақ үй қылғым келеді. Қалай деп айтуға, иә, мына жерге бір жоғары жаңа шаңырақтар жасап, мына айналастарына бір кереге жасап ағаштардан, мыналарға бір арқандарды тоқытып, орап деген сияқты, осындай бір шырмауықтарды, осылай арқандарды бір қазақша осылай көрпе жайып, дастархан осылай стол қылып, өзіміз бір келгенде бір сондай бір қазақтың иісі шығатындай бөлме қылым келеді. Біздің талай достарымыздың үйінде көргенбіз. Иә, бірақ ол деген енді үлкен ондай пространство, ондай үлкен бөлме болған жоқ. Кішігірім, иә, мына жерде домбыра, қобыз, садақ, қылыш деген сияқтылар шын мәнінде бір әдемі музей сияқты болып тұрған. Иә, сондай бір керемет нәрселерді көрдік. Соны осы жерде іске асырсақ па деген ойымыз бар, әлі бастаған жоқпыз, бұйырса бастаймыз, Алла қаласа. Біздің ұжымды қонақ етіп, әдемі шаңырақтарын көрсетіп, ақ дастархан жайған Мирас пен Құралай Бекжановтар әрбір сөздерінде үлкен кісілерге алғыстарын айтып, осы жеткен жетістіктері аналарының арқасы деп те айтып қалды. Қарты бар үйдің қазынасы бар демекші, біріне атақ пен марапат, лауазым маңызды болса, басқаларына халықтың қошеметі мен жақындарының тілегі әлде қайда маңызды. Былтыр осы карантиннің алдында барып, бір ай оразаны сол Меккеде ұстадық. 30 күн оразаны Меккеде ұстадық. Соның барлығы шүкір, осы балдардың арқасы, балдардың осындай тәлім тәрбиесі шығар көрген, әкесі менен екеуміз жақсы тәрбиеледік. Қолымыздан келгенше әкесі өте еңбекқор болды. Енді мынау келіндеріме айтатыным, менің құдағиларымның барлығы бір керемет адамдар және де. Аллаға шүкір, осы сондай жақсы тәрбиелеп, осындай үлкендерді тәрбие қылып, сыйлап, мәпелеуге сондай үйретті ғой. Негізі өзім жаңағы бірге отырғанның өзінде де құдағиым айтып отыратын еді, Құралайға да жаңағы құдағиды қара, құдағиды мәпеле, құдағиды сыйла деп сөйтіп айтып отыратын еді. Менің негізі қызым жоқ. Осы 3 ер бала,
сол үш келінім үш қызымдай құдағиларым да соны білетін болар, барлығы да сондай. Енді қыздар, келіндердің өздері негізі жақсы тәрбие көрген адамдар ғой.